Өте дәмді зебра пирогын жасаймыз. Ол үшін бізге 4 жұмыртқа керек болады. Жұмыртқамызды блендермен араластырамыз көпіргенше. Енді жұмыртқамызды араластырып болдық. 1 стақан сүт құямыз. Енді 8 қасық сұйық май құямыз. Енді барлығын араластырамыз. Бір стакан қант саламыз. 2 стақан ұнымызға 1 пакет қопсытқыш саламыз. Енді ұнымызды саламыз. Ванилинді кішкене ғана саламыз. Енді барлығын араластырамыз. Осындай консистенция шығуы тиіс. Жаңа шыққан қамырды 2-ге бөліп қойдым. Енді 4 ас қасық какао саламыз. Осындай консистенция шықты. Осындай форма керек болады. Енді біз қамырларымызды кезек-кезектен құйып отырамыз. Қамырды дәл ортасына құю қажет. Енді зубочисткамен
Осылай дәл видеодағыдай мен сияқты істеп шығамыз. градуста 45 минутта піседі. Зебра пирогымыз пісті, өте дәмді болды. Өте жұмсақ. Тіркелуді ұмытпаңыздар, лайк басыңыздар.